Халықтың денсаулығы қоғамның басты басымдығы. Әділет партиясының өкілдері үгіт-насихат жұмыстары аясында заманауи медициналық клиникалардың біріне барды. Дәрігерлермен кездескен партия мүшелері саланы дамыту жолдарын талқылады. Мәселен, ана мен бала денсаулығы, диагностиканы ерте жасау және оңалту орталықтарын көбейту сияқты мәселелер сөз болды. Әсіресе құрсақтағы нәрестенің денсаулығын алғашқы айдан анықтап, дер кезінде емдеу мүмкіндігі өте өзекті. Жүкті әйелдердің жатырындағы бір айлық баланың өзін жаңағыдай денсаулығында ауытқысы бар ма жоқ па анықтайтын аппараттар бар қазіргі кезеңде. Және де ол анықтап қана қоймай, оны сол жатырында емдеп, дені сау баланы туғызуға мүмкіндік бар. Осының барлығы біздің ұлт боп, дені сау ұлт боп қалыптасуға үлкен мүмкіндіктер береді. Дені сау ұлттың ол экономикаға үлкен әсері бар. Ол ертең күні жұмысын істей алатын, мемлекетке артық салмақ салмайтын дені сау азамат ұлт тәрбиелеу ол маңызды бағыттарымыздың бірі. Отандық медицина деңгейінің жоғарылауы денсаулық сақтау саласының бәсекеге қабілеттілігін арттырды. Жергілікті жерлерде осы бағытта істелетін жұмыс көп дейді үміткерлер. Қазір мемлекет басшысының осы реформаларының негізінде азаматтардың денсаулығы бізде ең негізгі бірінші кезекте тұрады. Одан кейінгі білімі, ғылымы, ары қарайғы жалпы мәселелердің барлығы. Сондықтан денсаулыққа мемлекет тарапынан үлкен қолдау көрсетіледі, қаржылық көмек көрсетіледі. Барлық мемлекеттің бағдарламаларына, көп жылдық стратегиялық тұжырымдамаларына сәйкес жүргізіліп жатыр. Арнайы министрлік онымен айналысып жатыр. Соның ішіндегі дәлелі біздегі медицинаның дамып жатқаны қазіргі қолжетімділігі. Әділет партиясындағы негізгі осы басымдықтардың ішіндегінің ең негізгілерінің бірі де осы медицина саласы, азаматтардың өмір сапасын ұзарту, орташа өмір сүру 70 жасқа жеткізу мәселелері сол тікелей анық көрініс тапқан Әділет партиясының сайлауалды бағдарламасында. Медициналық қызмет сапасын арттыру Әділет партиясы сайлау алды бағдарламасының басты басымдықтарының бірі. Өйткені дені сау азамат мемлекеттің кепілі.